Бәріне сәлем, дәмді тамақтанып жүріп те салмақ тастауға болатынына көзім жетті. Бүгін мен мясо по-французскиді ПП версиясын қалай дайындайтынымды көрсетемін. Ингредиенттердің барлығын мөлшерін описанияда қалдырамын. Ең алдымен фаршымызды дайындап аламыз. Менде фарш тұздалған еттен жасалған, сол үшін мен тұз қоспадым. Тек бұрыш және чеснок қосып, фаршты араластырып қойдым. Одан кейін картошканы осылай жұқалап тураймыз. Сарымсақты да осылай тураймыз. Картошкамызды турап болғаннан кейін дәміне қарай тұз және бұрыш қостым. Бір ас қасықтай оливковый май қосып, араластырып, кішкене қойып қойдым. Өте оңай дайындалатын рецепт және өте дәмді болып шығады. Әрине, егер сіз салмақ тастағыңыз келсе, сіз қолданатын фарш майлы болмау керек, постный болу керек. Және бұл рецептте біз ешқандай майонезді қолданбаймыз, бірақ дәмді болып шығады. Помидорды да жұқалап турап алдық. Одан кейін сырды теркадан өткізіп аламыз. Енді бетіне соусты дайындаймыз. Майонездің қаймақтың орнына осындай греческий йогуртты пайдалануды ұсынамын. Бұл майлылығы өте аз, 1-2% қана болады жирность. Осылай сырмен араластырып, бетіне соусын дайындап қоямыз. Барлық ингредиенттер дайын. Енді мясо по-французскиді тек жинау ғана қалды. Ең алдымен шыны ыдыстың астына картошканы жақсылап жайып шығамыз. Одан кейін бетіне сарымсақтарды тіземіз. Сарымсақтарды тізіп болғаннан кейін фаршты салып, жақсылап бетіне бір келкі қылып жайып шығамыз. Фарштан кейінгі слой бізде помидор болады. Помидорды да жақсылап жұқалап бетін жабатындай барлығын жайып шығамыз. Одан кейінгі ең соңғы слой греческий йогурт пен сыр қосылған соус. Сол соусты бетіне салып, барлығын бетін жауып, жақсылап жайып жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған духовкада 40-45 минут пісіреміз. Картошканың піскенін зубочисткамен көрсеңіз болады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Мен дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін және өзім дайындайтын әртүрлі ПП рецепттермен бөлісемін. Негізі салмақ тастау кезінде де дәмді тамақтану жүріп салмақ тастауға болады. Оған менің көзім жетті. Салмақ тастау процесінің сіз үшін жеңіл болғанын қаласаңыз, өзіңізді қуантып, осындай дәмді тамақтар жасап тұруды ұмытпаңыз.